Сәлеметсіздер ме менің оқырмандарым, сіздермен Таңшолпан. Бүгін біз әдемі дәмді булочки дайындаймыз. Ал кеттік. Алдымен барлық заттарымыз комнаталық температурада жылы күйінде болғаны дұрыс. Барлық керек заттарды описание бөліміне жазып қалдырдым. Қантпен біздің жұмыртқамызды жақсылап араластырып алу қажет. Маған венчикпен ыңғайлы, сіз өзіңізге ыңғайлы мүмкін вилкамен араластырсаңыз болады, немесе миксермен. Үстінен жылы сүт құямыз және де жылы су құямыз. Осыны жақсылап араластырып аламыз. Барлығы жақсы әдемі болу үшін жылы күйінде болған дұрыс. Және үстінен сұйық май қостым. Және де осылай ашытқымызды қосамыз. Бір қасық. Жақсылап барлығын қосқан сайын араластырып отырыңыздар. Тұз саламыз. Және барлығын араластырып болған соң біз ақырындап ұнымыз салып қамыр илей бастаймыз. Жақсылап бір-бірден өстіп бір кеседен бөліп салып отырамын. Басында венчикпен, содан соң қолмен жалғастырамын. Өте жұмсақ қылып иілеп шығамыз. Әдемі қамырымызды дайындаймыз. Сіздерге өте түсінікті түрде түсірдім деген ойдамын. Тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қойыңыздар, қоңырауша белгісін басыңыздар. Сонда сіздер барлық видеоларымды алғашқысы болып көресіздер. Сливочный маслоны ертіп құйдым. Үстін міндетті түрде жақсылап жауып, 1 сағатқа қоя тұрамыз. Осындай әдемі болып, пышный болып көтерілді. Енді мен салмасын дайындап аламын. Жарты бөлігін мен ірімшіктен жасағым келіп тұр. Ірімшікке мен жұмыртқа және қант араластырып салмасын дайындаймын. Жарты бөлігін сіз өзіңіз ыңғайлы түрде макпен немесе корицамен, какао әртүрлі қылып араластырып жасасаңыз болады. Осылай ірімшікпен салып, жарты бөлігін мен ысып, осыған ірімшікті салатын боламын. Қамырымды жақсылап, қараңызшы қандай үлкен болып, үлпілдек болып көтерілген. Жасап көріңіздер, үйдегілерді қуантып, және де комментарийға қалдырыңыздар, қалай сіздерде шықты. Мен үшін өте маңызды комментарий. Бөлме температурасындағы біздің сливочный масломызды осылай барлық жерге жағып шығамын. Өте дәмді болады. Үстінен жаңағы біздің ірімшігімізді теңдей бөліп, жақсылап салып шығамыз. Кейбір жерін қолмен көмектесіп, қасықпен жақсылап тұрып, осылай бекітіп дайындап шығамын. Және де бұны мен рулет күйінде орап, пышақпен кесетін боламын. Мінекей сіздерге анық қылып жақсылап түсіруге тырыстым. Осылай жақсылап асықпай ораймыз. Өте дәмді, күшті болып піседі. Осындай жаңағы шеттерін мен осылай жауып шығамын, себебі ірімшік шашылып түсіп қалуы мүмкін. Осылай әдемілеп бекітіп шығамыз барлығын жақсылап. Видеодағыдай көргеніңіздей осылай жасаңыз. Ең бұл жердегі сыры сіздің ашытқыңыз сапалы түрде жаңағы сроғы өтіп кетпеген болу керек, және де барлық жаңағы қосылатын заттар комнаталық температурада жылы күйінде болу керек. Үшінші, бұл жерде қамыр иленгеннен кейін үстін міндетті түрде жақсылап жауып, ауа кірмейтіндей жауып қою керексіз. Сонда осындай әдемі булочкалар шығады. Міндетті түрде ірімшікпен без басқа нәрсемен де жасасаңыз да дәл осы рецептпен қолдансаңыз болды. Мінекей
осылай дайындап шықтым. Турап мен формама салып, келесі бөлігін мен рогалик күйінде жасаймын. Ортасына корица қосқым келіп тұр. Сливочный маслоны тоже жағып шығамын жақсылап. Осылай әдемілеп, өзіндік әдемі дәм бар. Именно маргарин сондай емес, сливочный масло деп жазылып тұрған күйін алсаңыздар, сол дұрыс. Мысалы пампушка, олар сливочный маслоға жатпайды. Осылай үстінен жағып, шамалы түрде үстіп корицаны сеуіп шығамын. Осылай кесемін. Видеодағыдай көріп тұрғаныңыздай осылай кесіп шығамын. Неге? Өте әдемі. Дайындалу жолы өте оңай. Осылай орап сала береміз. Міндетті түрде мен формаға салып, үстін орамалмен жауып қоямын. Кішкене көтерілсін, сосын барып мінеки мен үстін жауып қоямын, көтерілсін деп. Біздің булочкаларымыз көтеріліп пісуге дайын тұр. Барлық үстін әдемі қызыл боп, күшті боп піссін деп жұмыртқаны жағып шығып жатырмын. Бір жұмыртқаны осылай барлығына теңдей бөліп шықтым. Өте қып-қызыл боп, күшті боп шығады. Үстінен кунжут сепсеңіз де болады. Мінеки дайын болды, қандай әдемі. Күшті түрде осындай дайын болды. Жасап көріңіздер, дәмі керемет, үлпілдеп, дастарханның сәнін келтіріп. Видеолерге өте қатты ұнады. Менімен соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.